Жамбыл облысы Шу қаласы номер 49 бастауыш мектебі мұғалімі Қажымқанова Қалжан Талғатовна. Сыныбы 1-ші Ә. Пәні сауат ашу. Тақырыбы ас адамның арқауы, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Оқу мақсаты мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау. Сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар ажырату және дұрыс дыбыстау. Жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерінің каллиграфиясын талаптарына сай жазу. Бірге қайталайық. Қуанам мен де, қуанасың сен де, қуанамыз бәріміз арайлап атқан күнге. Бірінші жаттығу. Мәтінді тыңда. Нанға бал жағып жеп отырған Асқар әжесіне қарап, әже, бал тәтті ме, әлде нан тәтті ме деп сұрады. Нан тәтті деп жымиды әжесі. Жоқ әже, бал тәтті ғой деді Асқар. Иә балам, бал тәтті, бірақ қанша тәтті болса да күнде жей алмайсың. Ал нанды күн сайын жейсің. Нанның қасиеті тағам жоқ. Сондықтан нан тәтті десек те болады. Өз ойынмен бөліс. Асқардың әжесі нанды не себепті тәтті деді? Сендер қалай ойлайсыңдар? Тәтті ме, әлде бал тәтті ме? Нан, бала, қасиетті. Сөздерге дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін ата. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды атанады. Жауаптарында келесі беттегі ақпаратпен салыстырыңдар. Дескриптор. Мәтінді түсініп оқыды. Мәтіннің сұрағын жауап берді. Дауысты дыбыстарды атайды. Дауыссыз дыбыстарды атайды. Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Ал дауысты дыбыстарға дыбыс кедергі ұшырамай еркін шығады. Ал дауыссыз дыбыстар дыбыс кедергі ұшырап шығады. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Нан қасиетті тағам. Дастарханға алдымен нан қойылады. Нанды жерге тастауға болмайды. Дескриптор. Дауысты дыбыстарды атайды. Дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардың айырмашылығын ажыратады. Ең қадірлі қасиетті тағамның нан екенін біледі. Дастарханға наннан бастап қою керектігін және неліктен екенін түсіндіреді. Барлық тапсырмаларды өзің жасап көр. Егер жасай алмасан, мен және сенің атанан көмектеседі. Сендер барлығы 2 тапсырма орындалу тиіс. Тапсырмаларды орындап болған соң маған суретке түсіріп жібересің.